Әлемдік статистика бойынша адамдардың өмір сүруінің ұзақтығы жағынан оңтүстік Корея 8-ші, ал Қазақстан 105-ші орында екен. Сонымен кәрістердің ұзақ өмір сүруінің құпиясы неде? Бірінші, тамақтану. Қазақтар мен кәрістердің ұқсастығы баяғыдан тамақты жерге отырып жеген екен. Және столдың үстін тамақ толтырып жегенді жақсы көреді. Бірақ бұл жердегі айырмашылығымыз, қазақтардың столында майлы, тұзды, етті, қамырлы тамақтар толып тұратын болса, кәрістер көбіне диеталы тамақтарды жейді. Столдарында көбінесе теңіз өнімдері, көкөністен жасалған закускалар, пайдалы шөптер, тамырлар және күніге жейтіні майсыз және тұзсыз дайындалған күріш. Қатты дәмді болмаса да денсаулыққа пайдалы зат жеуге тырысады. Екінші, денсаулықтарына аса қатты мән береді. Күнделікті спортпен айналысып, бет күтіміне көңіл бөледі. Ата-апаларына дейін таңертең жүгіріп тауға шығады. Күн сәулесінен адам тез қартаятындықтан күнге түспеуге тырысады. Жазда пляжға барғанда да денелерін ашпайды. Үшінші, медицина. Кәрістерде медицина қатты дамығанын бәріміз білеміз. Кәрістердің барлығында страховка бар және медицина арзан. Жыл сайын чекап жасап, денсаулығын тексеріп тұрады. Ал біз болсақ, ауруымызды асқындырып болған соң ғана дәрігерге барамыз. Төртінші, кәрістер өздері үшін өмір сүреді. Бала-шағалар өскеннен кейін ата-апалар немереге қарап отырмайды. 50-ден асқанда қазақтар өмірім бітті, мен қартайдым деп ойлайтын болса, кәрістер өмірімнің жартысы әлі алда, енді өзім үшін өмір сүремін деп ойлайды.